-8. Ал мына отырғандар күнделікті ауа райын болжаушылар, яғни нақты температураны осылар қояды. Солтүстік шығыс аймақтарында антициклонның ықпалында болады, ал батыс аймағына жерорта теңізінен келетін циклон ықпал етеді. Сол себептен батыс және солтүстік батыс аймақтар жауын-шашын болады. Міне осылайша бұл ақпараттар құзырлы мекемелерге таратылады. Сонымен қатар мұнда диспетчерлік қызмет те бар. Яки сіз кез келген уақытта оларға хабарласып, дәл сол мезеттегі ауа райын біле аласыз. Астана қаласында қазір 15 градус аяз, оңтүстік батыстан жел соғып тұр. Қазгидрометтің қазіргі техникасымен 2-3 күн бұрын болжау жасауға болады. Бірақ бүгін болады деген температура 3 күннен кейін орын алуы мүмкін. Осындай шатпағы бар. Сосын соңғы 20 жыл ішінде климаттық ауа райы біршама өзгерген. Сондықтан мамандар еліміздің барлық аймағын көрсететін климаттық карта жасауды қолға алды. Арнайы карта 2015 жылға дейін дайындалмақ. Баян ханым, енді мына бейнесюжетте жалпы бір дүние айтылды. Мысалы, көп ретте айтылған ауа райының болжамы уақыттық тұрғыдан өзгеріп кетуі мүмкін, немесе ондай оқиға болмауы мүмкін. Енді тұтасталған кезде ауа массаларының өзгерісі, циклон, антициклон дейтін дүниелер көп ретте қандай жағдайға байланысты құбылып кетеді? Өздеріңіз білесіз, Қазақстан. Қосылыңыз. Мен сіздерге бір қызық айтайын. Ол жаңағы Баян Айдарханованың әріптестері, соның қарамағында істейтін болжаушы қыздар жаңағы алдағы болатын ауа райын болжағанда, бұлардың өздерінің бір заңдылықтары бар. Мысалы, түнгі температураны бұлар ең төменгі температураны береді, ал күндізгі температураны ең жоғарғы температураны береді. Ол бұлай емес, жаңа таңертеңнен бастап кешке дейін осындай 1 градус тұрады депті. Ол жаңағы араласады. Еттеп өзгеріп тұрады. Екінші бір мәселе, бұл төңірегінде біреулер айтады, бұлардың несі жаңағы ақталуы аз дейді. Ақталу деген, болжам деген өздері бірімен бірі астасып атқан ұғым. Егерде біз жаңағы жақсы болу үшін бүкіл ауа райының құбылысын 100% біліп отыратын болсақ, онда ол болжам болмайды. Ол дегеніңіз онда ауа райының кеңістікпенен уақыт аралығында өзгеретін кестесі болады. Сондықтан. Ал енді 50% десе, одан төмен болса, ол да болжам емес. Ол деген я болады, я болмайды деген сөз. Мынандай наз бар енді халықтың арасында. Мысалы, Астана мен Алматы қаласының ауа райы мәліметтері көрсетіледі, бірақ екеуінің арасы тым жақын. Алматы қаласында -5 градус болса, қысты күндері, Астанада 15 көрсетілуі мүмкін, бірақ негізі Астанада 30-ның маңында деген сияқты бір халықтың назы бар. Біз Астананы Алматыдан Ақмолаға, бұрынғы Ақмолаға көшіріп әкелдік, сонан біздің ауа райымыз өзгереді. Я болмаса жаңағы Алматының ауа райы төмендейді деген, жаман болады деген әңгіме жоқ бұл жерде. Бұл жерде мен сіздерге айтайын, мынау Баян Айдарханованың айтқан бір әңгімесінде былай болады да, жаңа бізде тасымалдаушы нелер бар, ағыстар бар. Ол дегенің жаңағы Баян Айдарханова ептеп шетін айтып өтті ғой. Мысалы, біздегі болатын ненің бәрі, болжамдың бәрі негізінде ғылыми деректерге сүйеніп істейді. Негізделген. Иә, негізделген. Жаңағы аэрологиялық метеостанцияның берген несін, мәліметін, соны пайдалана отырып, бұлар жоғары жаңағы стандарттық беттер дейді, 500, 700, 850 миллибарлық беттердегі түсіреді, сонан кейін соның ағыстарын пайдаланады. Ол ағыстарда өзінің белгілі бір нені ететін жылдамдықтармен, жер бетіндегі құбылыстармен несі бар, қатынасы бар. Енді менің айтайын деп отырғаным, егерде мысалы ағыстар бізде оңтүстік Каспий өңірінен бізге қарай келетін болса, онда біздің қышымыз жұмсақ болады. Ал егерде бізде мынау Ямал, Таймыр дейміз, жай іргемізде тұрған Қорғанды алатын болсақ, сол жақтан келетін болса ауа райы, ол жақтан салқын болады. Ал енді жаңағы тағы бір айтып өтейін, бұл жерде жауын-шашынның мөлшері де соған байланысты. Қай жақтан келді? Ылғалды ауа келетін болса, онда жауын-шашын мөлшері көп болады. Ал енді құрғақшылықпенен анау жаңағы ауғанның жерінен келетін болса, я болмаса біздің Түркменнің өңірін басып келетін болса, онда бізге құрғақшылық болады. Жақсы, көп рахмет. Енді Баян ханым, кейбір аймақтар үшін қыстың аяқталуына 2 ай ғана уақыт қалды. Кейбір аймақтар үшін әлі жалғаса түседі. Енді тұтасталған кезде Қазақстанның өңірлерінде алдағы бір 2-3 айлық болжам бойынша қандай бір күрт суу дейтін сияқты оқиғалар болжанып отыр ма қазіргі жағдайда? Қазіргі сәтте бізде ақпан айына болжау дайын. Ақпан айы аса суық және жауын-шашынды болады.
кейбір күндері батыста ауа температурасы 30 градус аязға дейін төмендейді, солтүстікте 38 градус, ал енді орталықта және шығыста 36 градусқа дейін төмендейді, оңтүстікте 27 градусқа дейін төмендейді, және борандатады. Өйткені ақпан айында циклондар қазіргі сәтте өздеріңіз көріп жатыр, жауын шашын көп биыл. Және қар жамылғысы бүкіл аймақтарда нормамен жоғары. Ол себеп неден? Өйткені біздің аймақтарымыздан қазір айтып кеткенде Түркмен жақтан, Каспий теңізінен жақтан циклондар шығып жатыр. Иә, олар шығып, ауа температурасын құрт өзгертеді. Ауа температурасы көтеріледі, жауын шашынды және боранды болады. Сол ақпан айы сондай болатын біз болжап жатырмыз. Енді осы тұста Назарбек ағамызды әңгімеге тарта өтсек, сіздің жасаған болжамдарыңыз, осы Қазгидрометтің жасаған болжамдарымен қаншалықты қабысып жатады? Менікі ешқашан қабыспайды, неге сен бұл кісілер ұзақ болжам жасамайды ғой. Мен ұзақ мерзімді 6 ай совет үкіметі кезде 5 жыл жасайтын. Соның бір болжамдарын айтайын, Аман Төлептен Кемір болсан қат келді, 100% шықты. Енді бәрі 100% бола бермейді. Кейбір циклондар жазып жіберген, мысалы 100%. Мысалы, жаңа бұл кісі қарындасымыз айтып отыр, жаңа градустарды 38-ге ішкен барады деп. Бірақ ол енді шынында да әлемді бәрін байқап отыру керек. Мына ауа райына күшті әсер беретін мұнайдың төгілуі. Содан кейінгі жаңағы атом бомбасының жарылып енді қазір сиректеді ғой. Сосын басқа да үлкен экологиялық әсер береді. Сол жақында осы бір жарты айдан асты, бір айға жақын болып қалды. Алясканың жағында мұнай төгілді. Сондықтан жаңағы 38 бола қоймайды, оны әлсіреп 5-8 градус жылылық береді. Сондықтан февраль айының жаңа аяғында... Мұнайдың қанша көлемнің төгілуі? Иә, төгілуі байланысты. Мысалы, 91 жыл төгілді, сонда 7,5 мил, ені 2,5 мил болды. Содан жаңағы мен үлкен комиссия тыңдағандар 25 сентнер алды, тыңдамағандар көбіне өкініш қарай көп тыңдаған жоқ. Сол шақ 4 сентнер өлім алды. Назарбек аға, енді осы тұста сіздің Қазгидромет орталығымен бірігіп жұмыс істеуге мүмкіндіктеріңіз бар ма? Енді сіздің болжамдарыңыз ақпарат құралдары бетінде бар, иә, бірақ бұл кісілермен бірігіп жұмыс істеу мәселесі деген қаншалықты шешілмей тұр, бір кездерде бірігіп істеумен ұзақ мерзім болжам беріп тұратын да. Ал енді қазіргі кезде ешқандай қарым-қатынас жоқ. Енді мына депутаттар ұсыныстар жіберіпті. Мен мына Гидрометтің бастығына хат жіберемін. Если олар маған сол жаңағыдай өздерінің бір консультант қылып алатын болса, біз оны беріп тұрамыз. Назарбек мырза атап өтті ғой, 45-47 градусқа аяз жетті деп. Бірақ енді Қазгидрометтің сайтына жүгінсек қарасақ, онда ең төменгі температура, ең жоғары температура дейтін бір кесте бар екен. Сол кестеге қарасақ, жақын жуықта ол жерде максимал температура көрсеткіші белгіленген жылдар жоқ. 1800 жылдар, 1900 жылдар көрсетілген. Сонда, мысалы, халықтың арасындағы Астанада немесе Қызылордада, ана жақта, солтүстікте 45-50 градусқа дейін барып дейтін сөз, бұл жеке сезінулер ғой сонда, иә? Әрине. Өйткені олар қарайды өз термометрлеріне. Ол термометр үйде қояды. Көп адамдар машиненің термометрісіне қарайды. Ол машиненің термометрісі машиненің астында болады. Ал біз өзіміздің метеостанцияларда, олар будкаларда тұрады. Оны әр жыл сайын біз тексереміз. Әр жыл сайын біз өзімізге жаңа метеостанциялар ашамыз, автоматтандырамыз, өзіміздің жүйемізді. Адамның әсері, мен айтып кеттім ғой, ол әсерлі температура. Олар айтады, суық болды 45. Бірақ біздің мәліметіміз бойынша биыл Шығыс Қазақстанда, Жаңғызтөбе метеостанцияда 47 градус аяз болды. Одан төмен термометрлар түскен жоқ. Жақсы, енді бізде студиямызда осы Қазгидромет өкілдері отыр екен, мамандар, иә? Сол кісілердің пікірін білейік. Енді жаңа бейнесюжетте көрсетілді ғой, сіздер нақты соңғы ауа райын көрсетіп белгілейді деген. Спутниктік жүйе бойынша қосылыңыз. Осы халық арасында Қазгидромет десе міндетті түрде болжам деп айтылады. Біз Қазгидромет орталық тек қана болжам жасап қана қоймайды. Бағана Айдархан айтқандай, бізде Қазгидрометте Қазақстан бойынша 500-ге тарта станциялар бар. Ол ішінде гидростанциялар бар, метеостанциялар бар және аэростанциялар. Сонымен қатар бізде таудың басына қар төбелерінде қардың жамылысын есептейтін станциялар бар. Сосы қар төбесіне станцияларын қалыңдығын есептейтін бақылаулар жүргізіледі. Бұл жерде бақылау мен болжаудың екі айырмасын ажыратып айту керек. Мысалы, осы бағдарламаны пайдалана отырып, сол кісілердің де еңбегін атап өткен жөн болады. Сол кісілердің бақылауларының арқасында біздің болжамдар жасалынады.
сол кісілер. Бақылаушылардың арқасында болжамдарға қол жеткізіп отырмыз дейсіз ғой, солардың еңбегі. Жақсы, рахмет. Нұржан мырза, енді осы жерде бір дүниені анықтай кетейікші. Мысалы, жаңа айттық қой, халық арасында Қазгидрометтің болжамдары үйлеспейді дейтін пікір айтады. Бірақ енді адамдар көп ретте оны интернеттен қарай салуы мүмкін ақпаратты, әртүрлі дерек көзіне қай жақтан шыққанын мән бермейді. Интернетті ашады, ауа райы деп тереді. Ол мысалы Ресейдің сайты болуы мүмкін, ол ақш-тың бір гидрометеоролог орталығының жеке бір сайты болуы мүмкін. Осы тарапта енді айтыңызшы, мысалы, үйлесімсіздік дейтін мәселеде қазір енді кең таралып кетті. Осындай жағдай орын алып отыр. Қазіргі таңда әр адам ол күнделікті өмірінде теледидарда, радиода және интернет сайттарда айырмашылықты көріп отыр. Мысалға, әр телеканалда 5-10 градус болсын айырмашылық бар. Оның ең маңызды себебі ол дегеніміз ақпарат еркіндігі деген сөз. Қазіргі заманауи әлемде адам әр жерден, әр ақпарат көзінен, қай жерден мәліметті алса да өз еркі. Ондай жағдай біздің Қазақстан елінде ғана емес, басқа елдерде де бар. Мысалға, біздің қызметкерлер жуырда Германияға, Финляндияға, Францияға іс-сапарға барып келген кезде осындай жағдайларға куә болды. Жақсы, енді осы тұста енді ресми ақпараттан бөлек, мынау халық арасында табиғат құбылыстарына қарап та ауа райын болжап жүрген азаматтар бар. Сондай азаматтардың бірі бүгін біздің студиямызға келді. Қонаққа қарсы алыңыздар. Тілеуберді Тұңғышбаев мырза. Төрлетіңіз. Қош келдіңіз, Тілеуберді мырза. Енді ауыл шаруашылық саласында бірнеше жыл тәжірибеңіз бар, агроном болып қызмет еттіңіз. Осы ауа райын болжау мәселесінде жаңағы табиғат құбылыстарына қарап анықтау деп жатырмыз. Сіздің тәжірибеңіздегі қандай құбылыстарға қарап анықтайсыздар, болжау жасайсыздар? Бізде қара самырсын деген болады, орысша айтқанда елка. Соны кесіп алатынбыз, бәрін тазалайтынбыз, сыртын қабығын. Содан кейін аламыз да күн өтпейтін, нетпейтін жерге, салқын жерге апарып, соны шегелеп қоямыз. Егер де жауын жауып келе жатса, күн бұзылатын болса, ол тік тұрады. Ал егер күн айық болғанда, ол жантайып жатады. Сонда біз әгіні белгілеп қоямыз, қалай болды деп. Сонда жауын қай уақытта келетін мөлшері 1-2 сағатқа ғана өздеріңіз анықтап алып отырасыздар. Өзіміз анықтап отыратынбыз. Өйткені бір ауданның өзінде гидромет служба толық айта алмайды. Енді аудан болғасын ауданда жауын жауып тұрады. Ал біздің ана хозяйство мүмкін жауын жаумауына или керісінше болуға. Сондықтан сондай әдістерді қолданатынбыз. Енді осы мәселеге байланысты пікірлеріңіз, арақашықтыққа байланысты пікірім менің мынандай. Ол біз қазақ халқы негізінде көшіп қонып жүрген мал шаруашылығымен айналысқандықтан біз ауа райына көп тәуелді болдық. Біздің өмір сүру жағдайымыз. Сондықтан ол жаңағы сіздің қара самырсыныңыз, я болмаса басқа бір жаңағы күннің батып бара жатқанда қызаруы, оның бәрі физикалық тұрғыдан жаңағы дәлелденетін жағдайлар. Ғылыми негіз болатын. Ғылыми негізі бар. Оларды, мысалы, біздік әлгі, жаңа айтып отырмыз, ғылыми негізге негізделіп, сандық мәліметтерменен жүгініп, біз соны жаңағы көпшілікке таратамыз деп. Бұл кісілердің айтып отырғаны сол жиынтық мәселенің бір көрінісі, бір нақты беретіні. Ол мысалға жаңағы кеш батып бара жатып жайлауда жүрген адамға қызаратын болса, ертең дауыл тұратынын білет. Ал айтпесе, мысалы жан-жануарлар да оның несін білет. Мысалы кейбіреулер әлгі жылқы түшкіреді дейді, жауын шашын арасында. Я болмаса басқа не ететін болса, мысық арқасын үрпитеді дейді, жаңағы салқындық болса. Сол сияқты ол табиғаттың құбылыстарын, ол халықтың өзінің тұрмысында соларды бақылаудың, көп жылдық бақылаудың арқасында жеткен дәрежелері. Бірақ оның бәрі осы біздің айтып отырғандай, ана кісінің айтқанындай, жаңағы 90%, я болмаса 95% ақталады дегенге мен өзім сене қоймаймын. Бұл да бір халықтық болжаудың бір түрі болып тұр ғой, сонда. Бірақ енді дегенмен Ахан аға, мысалы, қазір біз қараймыз, Қазгидромет орталығының жасап жатқан болжаулары, ол көбінесе мысалы бір облысқа ғана жасалады, мәселен Алматы облысы, Қызылорда облысы деген сияқты. Бірақ сол бір облыстың өзінің ішінде бірнеше аудандар бар. Олардың арақашықтығының өзі қаншама деген сияқты. Осы мәселелер ескеріле ме? Мысалы, облысқа берілген кезде бұл орташа ауа райы деп қабылдау керек қой негізі халық. Бірақ әркім өзінің ауылындағы ауа райы сияқты қабылдайды оны негізі. Мен сіздерге бұны басын айтып өтейін, басын ашып өтейін. Ол мынау Баян Айдарханның мамандары жаңа өзінің болжамын берердің алдында, олардың өзінің терминологиясы бар. Олар
жаңағы біз күлкіге жаңағы әзіл оспаққа айналдырамыз. Местами деген бар да. Местами дегеннің өзінің несі бар. Белгілі бір заңдылығы бар. Оны қолдану. Оны жай қайда мысалы жаныма ұнады деп мен оны қоя алмаймын. Ол деген местами деген болжап отырған аумақтың 30% көлемін алатын болса, сол кезде ғана местами дейді. Ал ол кезде біздің сол болжамның жаңағы мәртебесі өскені оның ақталған деп білеміз. Жақсы, бәрекелді. Көп рахмет. Енді мен саған сізді де әңгімеге тарта отырады осы тұста. Енді Назарбек ағамыздан сұрап жатырмыз ғой, сіздің болжауларыңыз қаншалықты қабысады. Ал енді сіздің осы орталықтың жасаған болжауларына көңіліңіз тола ма жалпы ақталуына байланысты? Гидрометтің айтқаны көбісі дұрыс. Оны бәрін айтуға Құдай ғана біледі деп айтуға болады. Ауа райы айналып тұрады ғой сонда. Әртүрлі себептері бар оның. Күн қалай болады, айдың өзі қанша әсер береді оны. Сондықтан гидрометтің осы прогноз беру өте қиын зат. Советалық кезінде, Советалық қираған кезде көп гидромет посттары жоғалып кетті. Оның бәрі қазір орнына келгенмен, по-моему, әлі жеткен жоқсыздар. Сондықтан ондай посттар көп болу керек. Қазақстанның көлемі өте үлкен. Бірнеше Франция кіріп кетеді соның үшін. Сондықтан бізде көп сондай пункттар болу керек. Сонда біз оны дұрыс қарауға мүмкіншілігіміз бар. Жақсы, енді осы тұста тағы бір қонағымызды студиямызға шақырсақ. Су мәселесін зерттеу департаментінің директоры Қалышхан Қожахмет мырза бізде қонақта. Қарсы алыңыздар. Қош келдіңіз. Енді ауа райы, күн райының болжамдары, гидро болжамдарға қаншалықты тәуелді дейтін сауалдан бастайық. Бірінші гидро су болжамы дейді ғой. Су болжамын жасау үшін ең бірінші қолданатын бұл ауа райын қолданады. Өйткені судың ағысы, судың толуы, жаңағы су тасқыны болуы жаңбырға келіп түскен ауа массаларына байланысты. Сондықтан біздің гидро су болжаушылары ең бірінші синоптиктердің ауа райын болжамын алады. Соған байланысты жаңағы өздерінің арғы болжамдарын жасайды. Су қанша толады, бола ма, сел бола ма, қар тасқыны бола ма, болмаса судың жаңағы көлемі көбейе ме, азая ма деген болжамдар жасайды. Ол бір. Екінші, тек қана соған ғана тәуелді болмай, сонымен бірге метеорологиялық мәліметтер. Бізде 16 Қазақстан бойынша 16 қар өлшейтін маршруттар бар таудың арасында. Сол адамдар өз пункт мекендерінен 20-30 километр шаңғымен, біреу атпенен шығып, таудың басына шейін шығып, қар өлшейді. Қардың қанша массасы жатыр сол жерде, оның қалыңдығы қандай, тығыздығы қандай, ол не үшін керек? Біріншіден, біз судың қанша массасы бар екенін өлшейміз, бірінші. Екінші, ол су жаңағы қар ерген кезде ол тасқын бере ме, бермей ме? Біздің қоймаларды қанша толтырады ол? Біздің гидроэлектростанциялар қалай жұмыс істейді, қай уақытта көбейеді су? Сондай болжамдарға өте көмегін тигізетін мәліметтер сол қар өлшейтін бекеттерден келіп түседі. Осы бағдарлама басталар бұрын мен әлеуметтік желілерде сіздердің келетіндіктеріңіз жайында айтып, арнайы сұрақ қоюын сұраған едім, көрерменнің жалпы. Сол кезде мынандай сұрақ келіпті сіздерге. Мына селге байланысты болжамдар неге халыққа жетпей жатады, және осы болжаулар алдын ала жасала ма? Мәселен, Алматы облысында жақын уақытта сел болуы мүмкін ба деген сияқты сауалдар келіпті. Қазіргі кезде өзім ойлап отырмын, мына су проблемасы мен сел проблемасы өте актуалды мәселе. Неге? Өйткені су проблемасы ол көп әңгіме, бірақ қысқаша айтқанда біз өзіміз Қазақстан осы орталық Азияда ең кедей ел болып келеміз. Біздің су ресурстарының ішінде жартысы шет жақтан келеді екен. Басқа Қытай, Өзбекстан, Ресей сондай елдерден келеді. Сондықтан біз оған өте тәуелдіміз. Мына климат өзгерген сайын біз байқап отқанымыз сол келетін судың азайып бара жатқаны. Әсіресе мына Қытай жақтан келетін су жылына, соңғы 10 жылда жылына 2,5-3 мың квадрат километр азайып отыр. Бір жылда. Енді жаңа болжам бойынша 4 квадрат километр азаяды дейді. Яғни бұл неге әкелуі мүмкін? Біріншіден, Қара ертісте су азаяды, Бұқтырмадан су азаяды, Қапшағайда тоже су азайып, ең бастысы біздің мына Балқаш көлінің тағдыры, аралының тағдыры қайталауы мүмкін. Екінші, мынау температура егер уже көтеріліп жатыр ғой, 1,5 градус соңғы 30-40 жылда. Егер де сол көтерілу жалғасатын болса, біздің климатологтар жалғасады деп отыр, 3-4 градусқа тағы да.
онда жаңағы таудағы сел басталатын жер өзі бір линиясы болады, снеговая линия дейді. Ол жоғары көтеріледі да, сел басталатын жер анау қатты биіктіктен басталады. Биіктеген сайын судың түсетін несі дейді ғой, еңістік көбейеді дағыны. Қатты қар жауған кезде ол қатты жылдамдықпен төмен қарай түсіп, сол қатты селге алып келу деген ғалымдар. Жақсы, аға, енді осы жердегі сұрақтарға қатысты тағы да бір мынандай сауал, Қазгидромет орталығы егер осындай болжамдармен айналысатын болса, дейді Жамбыл облысынан келіп отқан көрерменіміздің сұрағы. Осындай болжамдармен айналысатын болса, неге біздің Жамбылдың тұрғындары алдын ала ескертілмеді? Өткендегі жел апатына байланысты осындай үлкен көлемдегі дауылдың болатындығы жайында біз хабарсыз қалдық қой деген бір сауалдар келді. Енді ол туралы нақты мәліметтер берілді ма, мысалы, халыққа алдын ала қанша уақыт бұрын берілді? Біз дауылды ескертуді шығардық. 11 қаңтар күні сағат 11-де. Жамбыл облысында жел күші 30 метр. Бұқаралық ақпарат құралдары таратылды негізінен, таратылды.